Дәмі өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ болып шығатын булочкалар дайындайтын боламыз. Жылы сүт, жылы су, үстіне тұзымызды, ашытқымызды салып бір араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды, қантымызды, шемішке майымызды қосып, ұнымызды салып отырып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды көтерілгенше 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, үстіне кішкене шемішке май құйып жібереміз. Бұл жерде менде 2 түрлі булочка жасаймын, сол себепті 2-ге бөліп алдым. Одан кейін булочкаларымызды керек мөлшерге бөліп алып, бетін жауып, 20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Көтерілген булочкаларымызды алып, осылайынан ортасын ашып, кез келген салманы салып, жақсылап түйіп, бетіне жұмыртқамызды, кунжут магымызды сеуіп, қызып тұрған 180 градус пеште 20-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Керек заттардың барлығын құрамын описаниеге қалдыратын боламын. Баршаңызға ас